Төтенше жағдай жарияланған аудандар мен қалалардағы субсидияланатын жұмыс орындарына орналасқан қазақстандықтардың жалақысы өзгеріссіз қалады. Қазіргі кезде жұмыссыздардың білім деңгейі мен жасына қарай субсидияланатын жұмыс орындарының 6 түрі іске асырылуда. Қоғамдық жұмыстар, жастар практикасы, әлеуметтік жұмыс орындары, алғашқы жұмыс орны, ұрпақтар келісім шарты және күміс жас жобалары. Төтенше жағдай кезеңінде субсидияланатын жұмыс орындарына жұмысқа орналастырылған жұмыссыз адамдардың жалақысының еңбек мобильділігі орталығы жұмыс берушілерден мәліметтер талап етпей төлейтін болады. Сонымен бірге жастарға жеңілдетілген микрокредит беру бағдарламасы бойынша қарыз алған, ал қазір су тасқынынан зардап шеккен азаматтарға микрокредиттер бойынша төлемдер кейінге қалдырылады. Сондай-ақ мемлекеттік қолдаудың өзге де шаралары қаралады. 2024 жылғы кестелер бойынша барлық төлемдер 2025 жылдан бастап қаржыландыру мерзімінің соңына дейін кейінге төлемдерге біркелкі үлестермен бөлінетін болады. Сонымен қатар елдегі су тасқыны жағдайына байланысты жаңа бизнес идеяларды іске асыру үшін гранттар алуға өтінімдерді қабылдаудың бірінші легінің мерзімдері кейінге шегерілді. Өтінімдерді қабылдаудың басталуы туралы халыққа қосымша хабарланатын болады. Биыл республика бойынша 9 000 грант беру жоспарлануда.